Ақтөбеде оңтүстік батыс ықшам ауданның тұрғындары ұзаққа созылған жол жөндеу жұмыстарына наразы. Олар өте етілген жаңа жолды 2 жылдан бері күтіп келеді. Бұған дейін сапасы жаман емес асфальт жабындысы да алынып тасталған, енді оның орнына жаңасын төсейміз дегендер әлі ештеңе жасамаған. Қазір әкімдік мердігер компаниямен соттасып жатыр, ал сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет осындай қабілетсіз компанияларға мемлекеттік жобаларды тапсырған шенеуніктердің жұмысынан қателік тапты. Ықшамаудан тұрғындары былтырдан бері жергілікті билікке шағымдарын айтып келеді. Алайда әзірге нәтиже жоқ. Жаңа жол, жарық, тротуар мен инженерлік желілер салынады деп жоспарланған аумақта ешқандай жұмыс жүріп жатқан жоқ. Ходим каждый день в магазин, на остановку. Дүкенге, аялдамаға бару үшін күн сайын шаң тозаңның қираған тастар мен үйінділердің арасымен жүріп өтеміз. Осылай жүргенімізге шамамен 3 жыл болды. Республикалық сараптаманы күтіп жатырмыз дейді. Бұл жаңа жол салынуы тиіс жалғыз көше емес екен. Ықшам ауданда мұндай көше саны 22. Солардың бір бөлігін жөндеуді мойнына алған мердігер компания 16 шақырымнан астам жолды ретке келтіру керек болған. Жұмыс өткен жылдың жазында басталып, оған әкімдік тарапынан 750 миллионға жуық теңге бөлінген. Алайда кейін компанияның өз міндеттерін орындай алмай жатқаны анықталды. Яғни жұмыс күші де, техника да жеткіліксіз. Тайман көшесінде салынған асфальтта кемшіліктер анықталды. Оның ішінде Кернда жол лабораториясының тексерісінен кейін керндары шықпай қалды. Сонымен қатар техникалық технадзордың тарапынан эмульсияның жоқтығы анықталды. Және жұмыс қарқыны өте төмен, дұрыс ұйымдастырушылығы жоқ болғандықтан біздер сотқа берген болатынбыз. Мердігер мекеме алматылық компания құрылтайшыларын шақырған болатынбыз. Бүгін келіп 2 апта ішінде жұмысты жандандыру жөнінде уәде беріп отыр. Ал сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет өкілдері бұл жағдайға әкімдікті айыптап отыр. Нақты айтқанда, тапсырыс беруші тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі бюджет қаржысына атқарылатын бірнеше жобаны бір компанияға қайта берген. Заказчики ненадлежащим образом не выполняют свои обязанности именно по контролю. Тапсырыс берушілер бақылау жағынан өз міндеттерін тиісті деңгейде орындамаған. Яғни, олар жобаны бастамай тұрпа. Мердігер компанияның оны жүзеге асыра алатынын, немесе алмайтынын алдын ала болжауы тиіс еді. Олқы жоспардың салдары осылай болады. Бір мердігер бірнеше жобаны қатар алып, ешбірін уақытында аяқтай алмай жатқаны, соның айқын дәлелі. Оңтүстік батыс ықшам аудандағы 22 көшенің жолын күрделі жөндеу жұмыстары жоспар бойынша келесі жылы аяқталуы тиіс. Ал тұрғындар жол құрылысын сапалы әрі уақытында орындай алатын адал мердігер компанияға беруді сұрайды. Гүлден Асид Расул, Эльмира Ержанова, Азамат Көбегенов, 7-ші арна, Ақтөбе.